Алматы облысы Ескелді ауданының алғашқы қоңырау қалай өтті? Білім күнін қалай қарсы алды ауылды жерде? 1 миллиард ақшаға салынған мектептің бейнесі қандай? Бұл Ескелді ауданы Абай ауылындағы ескі мектептің ғимараты. Ал көріп тұрғандарыңыз жаңа мектептің су жаңа, оқушыларға берілген, жалпы білім нәрін сусындаушыларға берген жаңа ғимарат. Ресми ақпарат бойынша жаңа мектептің құрылысына 1 миллиардтан астам қаржы кеткен. Жаңа мектептің ашылу салтанатына мінбер тілшісі де барып қайтты. Жалпы алғашқы қоңырау мерекесі қалай өтті? Назарларыңызға ұсынамыз. Ән арманымда, аяулым алтын бесік орманымда, татулық пен бейбіт өмір бастауысы. Аудан басшысы Рустам Али келген қонақпен бірге мектептің қызыл лентасын кесіп, мектеп ұжымына, шәкірттерге өзінің ақ тілегін білдірді. Даналардың дасторын жаңалясын жалғасын, қос топшысы талмасын, қырандай биік салмасын, әрі арал жаны жаз құрбысынан қалмасын. Әл-Фараби Қашқари баласағын дулати, Қыдырғали Жәлайыр өтей бойда Ясауи, Абай Жамбыл Чоқандай тасқа бассын, таң басын. Аллах Акбар.